Нақыл сөзі түсіндір. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Осы нақыл сөздің мағынасын қалай түсінесің? Балалар, бүгін біз Несіпбек Айтовтың оқулық деген өлеңімен танысамыз. Мұқият тыңда. Саған білім жемісің, оқулығын береді. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Оқулықты құрметте, күтіп ұста кірлетпе, кішілерге табыс ет, дақ түсірмей бір бетке. Балалар, сендердің қолданып отқан оқулықтарыңды сендерден кейінгі бауырларың, қандастарың, сіңлілерің ұстайды. Сондықтан да кітапты ұқыпты ұстайық, таза ұстауға тырысайық балалар. Кітаптың шығу тарихына сендерге видео ұсынамын. Алғашында адамдар тек ауызша ақпарат алмасып, кейіннен түрлі бейнелерді тастарға қашап ойларын жеткізген. Сүйек, тас, ағаш олардың негізгі құралы еді. Ежелгі мысырлықтар батпақта өсетін папирус өсімдіктерімен жұқа материал жасады. Ол парақтар таяқшаларға оралып, орама кітаптар пайда болған. Ал қағаз біздің заманымыздың 2-ші ғасырында тұңғыш рет Қытай жерінде пайда болды. Алайда қытайлықтар оның жасалу жолын ұзақ уақыт құпияда сақтады. Неміс шебері Йоган Гутенберг 15-ші ғасырда баспа станогын ойлап тауып, кітап ісінде жаңа кезең басталды. Құрылғы минутына 500 белгіні басып шығаруға жарады. Әрине, ол кезде суреттер қолмен салынатын. Кітап жасау аса ауыр жұмыс болғандықтан шығар. Оның құны әрдайым қымбат болатын. Қағаз 65% үйеңкі, 25% қайың және 10% терек ағашынан тұратын қоспадан өндіріледі. 1 тонна қағаз жасау үшін 2 тонна ағаш сүрегі қажет. Әлемді қағазбен қамтамасыз ету үшін жер бетінде қанша ағаш шабылып жатқанын есептеудің өзі қорқынышты. Алдымен ағаш қабығы аршылып ұсақталады. Кейіннен 150 Цельсий градуста қайнатылады. Нәтижесінде талшықтардан целлюлоза пайда болады. Дайын қоспа арнайы сыққыш аппаратқа жөнелтіледі де, соңғы кезеңде әбден кептіреді. Осылайша дайын парақтар баспаханаларға жол тартады. Балалар, видеоны көрдік. Яғни 1 тонна кітапты жасау үшін 2 тонна ағаш керек екен. Оқулық өлеңнің авторы Несіпбек Айтов. Тарбағатай аймағында туған, ақын, бүрі тостаған, құлан ойнақ да басқа кітаптардың авторы екен балалар. Енді сендердің назарларына мынандай тапсырма ұсынбақшымын. Мектепте қандай пәндер оқисың? Әдебиеттік оқу оқулығына зер сал. Мына кестені дәптеріне толтыр. Басқа оқулықтарыңды да алып қара. Бос уақытында осы кестені жалғастырып, толтырып көр. Яғни, бірінші өзіміздің күнделікті қолданатын әдебиеттік оқу кітабын алып назар салайықшы балалар. Оқулықтың аты әдебиеттік оқу. Оқулықтың авторының аты жөніне келетін болсақ балалар, Бидана Тұрсынханқызы Қабатай екен. Қандай баспадан шыққан екен әдебиеттік оқу? Атамұра Алматыдан шыққан, яғни 2017 жылы. Редакторы кім? Жұмабай Қайранбай Ақмарал Ноғайбаева екен балалар. Тағы да осы сияқты басқа пәндерді жазып шықсаңдар болады балалар. Өлең жолдарындағы ақынның ойын жалғастырып көр. Өлең жолдары. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Олар кімдер? Өз ойыңды жазып көр. Біздің оқулық оқуымыз үшін кімдер еңбек етеді? Қандай жандар еңбек етеді? Балалар, оқулықты күтіп ұста. Біз оқитын математика, қазақ тіл, жаратылыстану, дүниетану, өзін-өзі тану сияқты пәндерді біз ұқыпты ұстауымыз керек, таза ұстауымыз керек. Ешқашанда бетін жыртып шимайламауымыз керек екен балалар. Сондықтан да мұқият боламыз. Бізден кейінгі сендердің бауырларың, сіңлілерің, қарындастарың сол кітапты қолданады. Біздің міндетіміз сабағымызды жақсы оқып, оқулықты ұқыпты ұстап, бізден кейінгі оқушыларға тапсыру.